Қайырлы күн қыздар. Мінекей мен 16 қатар резинка жүріп шықтым. Көрініп тұрғандай. Одан кейін счетчикті 0-ге қойып 105 ряд жүрдім кулерный гладьпен. 105-ші рядтан бастап біз уже қолтықты қысқартуға көшеміз. Ол үшін каретка бізде оң жақта. Осылай алып қысқартамыз. Бізде екеуі кетті. Мынау үшіншісі. Үшіншісі кетті. Бұны да жабамыз. Бірақ инемізден шығармаймыз. Осылай тұрады бізде. Осы жерге тағып қоямыз. Міне бізде 3 петля қысқарды. Ары қарай жүреміз. Осы жақтан да дәл солай қысқартамыз. Аламыз. Мына жаққа өткіземіз. Және кейін тартамыз. Біреу кетті. Бізде екіншісі. Мынау үшіншісі. Бұл жерге де грузымызды тағып қоямыз. Енді ары қарай 2 қатар қысқартпай жүреміз. Екі жақтан да 3 петля қысқарттық, 2 петляны қысқартатын боламыз. Ол үшін осылай деккермен осылай алып, бірден мынаған кигізетін боламыз. Келесі 2 петлямызға. Және мына басынан, екінші басынан тоже сондай бірден қысқартып кетеміз. Және осына жүріп шығамыз. Мынау қысқартқан петляны қысқартқанына инемізді бұлай артқа жылжытып қоямыз. Бір қатар жүрдік. Бірден жазып отырамыз. 107-ші ряд, 2 петля убавка. Келесі. Тағы бір қатар қысқартпай жүреміз. Қысқартқан жоқпыз. Енді осы жерде қысқартамыз. Бұл бізде 109-шы ряд. Аламыз да мынаған тағамыз. Мына артқа жібереміз. Сол жағынан да дәл солай. Жүреміз. Біз қысқарттық. 7 петля қысқарттық. Тағы да 2 петля қысқартамыз. Келесіне бірден
іліп жібереміз және алға шығарамыз. Мына екеуін артқа жібереміз. Мына сол жағынан да дәл солай. Тоқимыз. Мынаны грузымызды мына жаққа қарай ілетін боламыз. Жазып қоямыз. 111 рядта тағы да 2 петля убавка. Бір қатар жүреміз, ешқандай қысқартпаймыз. Тағы да 2 петля қысқартамыз. Бір қатар жүреміз. Ешқандай қысқартпай, тағы бір қатар жүріп шығамыз. Біз барлығы 11 петля қысқартыппыз. 2 петля қысқартамыз. Дұрыс шықпай қалды. Ой-ой. Мына петлямыз шығып кетті, зырғанап. Абайлап жұмыс істемесеңіздер, осылай шығып кетеді, сөгіледі. Енді осы жерде біз бір петля қысқартамыз. Осы жерден біреу аламыз. Сонда біз барлығы 14 петля қысқартып тұрмыз. Жүріп шығамыз. Кепсе қолтық. Осылай болды. Барлығы 14 петля қысқарттық. Енді әрі қарай біз счетчигімізге қарап отырып, мойынға дейін осылай кулерный гладьпен жүріп шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз. Содан кейін мойын шығаратын боламыз. Мінекей қыздар, мен артқы планкасын тоқып болдым. Енді мен осы жерде мына мойнын шығаратын боламыз. Менде каретка оң жақта тұр. Біз ол үшін мына қақ ортасы мен мына жерде 0. 0-ден бастап сол жақтағы бүкіл петляны алға шығарамыз. Менде барлығы мынау қолтықты қысқартқаннан кейін 88 петля қалды. Соның мына жағында 44, мына жағында 44. Енді сол жағындағы осы 44 петляны 0-ден былай қарайғы алға шығарамыз. Инемізді алға шығарғаннан кейін, кареткадағы рычаг бізде 2-де тұрса, соны 1-ге қоямыз міндетті түрде. Ол бізде частичное вязание деген білдіреді. Бір жағын тоқып, алға шығып тұрған, D вариантта тұрған инелерді тоқымайды. Енді әрі қарай не істейміз? Міне біздің инелер алға шығып тұр. Біз 8 инені алға шығарамыз. Мына жабатын, оң жақтағы жабатын инемізді. 4-еу,
тағы да 4-еу. Енді тоқитын боламыз. 17.58'de yapalım mı? Енді неке осылай жүргеннен кейін до конца мынақа апарудың қажеті жоқ. Осы жерден тоқтап, мынау жіпті бірінші инеге алға шығып тұрған ең бірінші инеден осылай астынан өткіземіз. Енді ешқандай еш нәрсені өзгертпей осылай жүріп шығамыз. Енді 6 инені алға шығарамыз. Жаңа 8 болса, бұл жерде 6 инені шығарамыз. 3, 6. Және грузды міндетті түрде тағып қойған дұрыс болады. Мына жерге, осы босатып атқан жерімізге. Жүреміз оңнан солға қарай. Бұлай шығарып жібереміз да. Тағы да осылай обвитие жасаймыз. Жүреміз. Әр қарай жаңа 4 петля шығардық. Мына грузымызды былай жылжытамыз. Мына жағы уж көтеріліп өзі білініп тұрады. Енді 6-дан кейін 4 инені алға шығарамыз. Және де міндетті түрде қыздар жазып отырамыз счетчикпен бірге. Келесіде, чтоб біз сол жақты қысқартамыз ғой. Сол кезде біліп отыруымыз үшін не істейміз? Жазып отырамыз қай рядта қанша петля қысқартқанымызды. Мен қазір жазам 195 ряд 4 петля қысқарттым деп. Енді жүреміз. Тартамыз да, мынаны осылай обвитие жасаймыз. Ары қарай менде 197 ряд. Екеуден шығарамыз енді. 2 инемізді алға шығарамыз. Жазып қоямыз. 197 ряд 2 инені алға шығардық. Жүреміз. Және обвитие жасаймыз. Тағы да 2 ине. Обвитие жасаймыз. Бір ине жасаймыз обвитие. Енді келесі бір ине шығарамыз. Осылай ораймыз. Тағы да бір ине. Жүреміз. Неке бізде мына жерде 20 ине қалды. 20 ине иыққа деп. Осы жерде міне 205 рядтан тоқтады. Бізде бұл жақ оң жағы болды. 20 ине мына жерде иыққа қалдырдым. Енді мына иненің барлығын артқа итеріп, солға қарай жүреміз кареткамызбен. Енді дәл осылай сол жағын. Неке қыздар, менде каретка сол жақта. Енді дәл жаңағыдай 0-ден бастап оң жақтағы барлық 44 инемізді алға шығарамыз. Енді счетчикті міндетті түрде 191-ге қоямыз. Бағана ең бірінші бастаған номерге санға қоямыз. Енді дәл солай 191-де біз 8 петлядан бастап қысқарттық.
міне 4-8 петляны алға шығарамыз және жүреміз. Дәл бағанағыдай бірінші иненің астына осылай орап қоямыз. Еш өзгеріссіз жүреміз. Енді келесі бізде 193 рядта біз 6 петля қысқарттық. Міне 3, 6. Тағы да обвитие жасаймыз. Бізде ары қарай осылай обвитие жасадық, жүреміз. 195 ряд 4 петля шығарамыз. Шығып кетті, міне осылай шығып кеткен кезде тоқып жүру керек. Және міндетті түрде груз іліп қоюымыз керек. Жүз 95 ряд. Екі петля қысқартамыз. Осылай обвитие жасаймыз. Енді бір петляда. Біреу, мен сіздерге тұрып көрсеткен соң видеоға ыңғайсыз болып жатыр. Және міндетті түрде счетчиктен өту керек біздің рычаг. Әйтпесе, жаңағыдай тық деген дауыс шығу керек, әйтпесе есептелмей қалады, сонымен шатасасыздар. Енді тағы да біреу. Енді дәл жаңағыдай бізде барлық инені артқа өткізіп, оң жаққа қарай жүріп шығамыз. Солдан оңға қарай жүреміз. Әр қарай ешқандай еш нәрсені өзгертпейміз, тек қана мынау бүкіл инені алға шығарып, біз мойынды жабатын боламыз. Мен оны көмекші жіппен жабам, себебі мен резинка тоқимын, сол үшін ол маған керек болады. Осы жерде біз жаңа неше ине мойынды жаптық, соны артқа жіберетін боламыз. Бізде екі жақта 20-20-дан қалды иыққа. Ол дегеніміз 40, барлығы 84 ине болса, біз 44 инені жаптық. Ол үшін міне ортадан 20, 30, 40 бірдей болу керек, мына 0-ден, дәл ортада 0, 0-дің екі жағындағы инелері бірдей болу керек. Саны 44, енді мына жақтан 2 аламыз, мына жақтан 2 аламыз. Енді ары қарай біз мына рычагтан, кареткадан основной жібімізді алып тастаймыз да, ол жерге көмекші жіп саламыз.
Енді біз қазір тек мына мойынды көмекші жіппен тоқитын боламыз. Мыналар тоқылмайды бізде. Кареткамызда рычаг 1 деген санда тұр. Көрдіңіздер ме? Тек мына алдын тоқып жатыр. Мынаны тоқымайды. Себебі ол бізде алға шығып тұр. Өстіп өзімізге керекті сөгіліп кетпейді ау деген бірнеше қатар жүреміз да. Кареткадан жіпті алып, кареткамызды бос жіпсіз жүрсек, мына өзі шешіледі. Бізде мойыны дайын. Ендігі кезекте бізде екі иығы. Кезекте бізде қыздарына иығына скос жасаймыз, қисайтамыз, былай қарай, чтоб кейін кезде иықта жақсы жату үшін. Ол үшін счетчигімізді біз ең бастапқы 191, мына жерде 191, және мынаған былай екеуін жүрдік, сонда 193 деп қоямыз счетчикке. Әрі қарай рычагты орнына түсіреміз. Міне рычаг дегеніміз 1-2 деп отырған. 2-ге қойған кезде мынаның барлығы тоқылады. 1-ге қойсаңыз, ине алға шығып тұрған кезде тоқымайды. Рычагты орнына қоямыз. Енді инені артқа жібереміз. Артқа жібермесеңіздер де болады. Біз бастапқы 15 қатардай жүріп шығамыз иықты. Ал мына инелерді мүлдем артқа жібереміз, тоқымас үшін. Біз 15 қатардай иықтың өзін ғана тоқып аламыз, алға шығып тұру үшін, шамалы. Бұл кезде, осы иықты ғана тоқып жатқан кезде, счетчикті 0-ге қойып, сол 15 қатарды жүріп алсаңыздар болады. Немесе өздеріңізге оңай жолын жасасаңыздар, өйткені счетчикпен шатаспас үшін. Қазір біз 15 қатардай жүріп шығамыз. Және өзіміз есепке санап отырамыз. Жаңағы 193 рядқа өзіміз қосып 15 рядты. Мына жерде біліп отырамыз қатарын, Кареткамызды сол жаққа алып келеміз. Скос жасау үшін қазір оң жақтан бастап қысқартамыз. Ол үшін біз 6 инені алға шығарамыз. Каретка сол жақта, оң жақтан бастап қысқартамыз. Рычагты міндетті түрде қоямыз. 1-ге частичное вязание қоямыз. Және де тоқимыз. Дәл бағанағыдай обвитие жасаймыз. Және жүреміз. Келесі 4 инені шығарамыз. Келесі 3 ине. Және обвитие жасаймыз. Келесі 3 ине.
Келесі 2 ине. Және міндетті түрде жазып отырамыз. Екінші иығында қазір шатаспас үшін. Келесіде тағы 2. Және ответе. 1. Обвите. Және соңғы. Екеуі де оралып кетті. Соңғы ине. Және рычагты орнына қоямыз, бәрін тоқимыз. Кепесте скос болды. Енді бұл жерді де қосымша жіппен тоқып аламыз. Қосымша жіпке шешіп аламыз. Қосымша жіпке шешу үшін основной жібімізді қиямыз. Бұл бізде болды. Енді қосымша көмекші жіпті салып, сол жіпке тоқып аламыз иықты. Осы жетеді бізге сөгіліп кетпес үшін. Және скос шықты бізде. Қисайып. Иығы міне осылай қисайып тұр. Екінші иығын дәл солай қысқартып шығамыз.